Ассалаумағалейкум ағайын. Біз бүгін Чимкент қаласының Қаратау аудандық ішкі істер бөліміне келдік. Себебі Чимкенттік белсенді 405 баппен күдікті деп танылып, негізсіз тергеу изоляторында Нұржан Мұхамедтің отырғанына байланысты және мемлекет тарапынан адвокат тағайындалған Абзал Өмірәлин, қоғамдық құқық қорғау ұйымдарынан Досыбеков, Болат есімді адвокаттар тағайындалған, бірақ олардың жұмысы мардымсыз. Қазір Нұржанға ешқандай кіріп шығып хабар алып, тергеудің заңдылығын сақтауды талап етіп, ондай әрекет жасап атқан жоқ. Сондықтан Нұржан Мұхамедовтің жолдасы, жұбайы қоғамдық қорғаушы статусын беру туралы біз полиция бөліміне келдік бүгін. Тергеуші азанда дайындап қоятынын айтты. Себебі енді қоғамдық қорғаушы қажет, өйткені адвокаттардан біз қазір кіріп шығып хабар алып бере алмай отырғандықтан біз қоғамдық қорғаушы тағайындау туралы талаппен бүгін келген болатынбыз. Осы жайлы қысқаша айтып өтсеңіз. Қазымбек? Саламатсыздар ма? Құрметті қазақ елі, сол бөлісі? Бүгін жаңағы менің жолдасым Мұхамедов Нұржанның мәселесі бойынша шығып тұрған жеріміз бар. Қаратау аудандық РОВД-ға келіп тұрған себебіміз тергеушіден өзіме қоғамдық қорғаушы қағазын алуға келгенбіз. Себебі тағайындалған адвокаттарға көңіліміз толып тұрған жоқ. Себебі ол кісілердің ешқайсысы да бір жұмыс жасап жатқан жоқ. Жасалынып жатқан жұмыс көрінеді. Бұл өкімет тарапынан тағайындалған жаңағы Өмірәлин Абзал деген кісі де ешқандай іс-қимыл жүргізіп жатқан жоқ. Ол кісі қоғамдық қорғаушылар тағайындаған Досыбеков, Болат деген кісі тағайындалғаннан кейін Өмірәлин мүлдем ол кісі қимылдамай қойды, адвокат тағайындаған екен. Бұл Досыбеков, Болат деген адвокат ешқандай тірлік істеп жатқан жоқ. Мен өзім хабарласып, не болып жатыр аға десем, бір жауап та бермейді. Көңіл толатындай нақты бір ешқандай мәселе қозғап, адвокат тірлік жасап жүрген жоқ болғандықтан, хотя бы ішіне кіріп хабар алып көріп тұрайын деп, қоғамдық қорғаушы болып тіркелуге келген жеріміз бар. Оны Құдай қаласа береміз деді. Сол недем көпшіліктен жаңағы талап етулеріңізді сұрайым, елім деп, жерім деп, сол тарқапаста осы елімнің сөзін сөйлейм, елімнің мұқтажын айтамын деп отыр ғой, өзі еркіндікке шыға алмай қалды. Сол себепті көпшілік сіздерден сұрайтын тек қана бостандық талап етіңіздер, көмектесіңіздер. Халықтан көмек сұрамасақ, биліктен көмек болып тұрған жоқ. Биліктің істейтіні тек тура айтсаң туғаныңа жақпайсың дейді, дәл қазіргі кезде билікке жақпайтын болдың ғой. Оны сол үшін ғана қамап отыр, әйтпесем ешқандай айыбы жоқ. Мен бостандық талап етемін. Барлықтарыңыздан да сұраймын, бостандық талап етіп қорғауларыңызды. Тергеу жасырын жүріп жатыр ма? Біз әлге дейін білмейміз. Бұл бауырымызды қандай айып қойып жатқанын білмей отырмыз. Бізге ашып айтпайды. Сол білгіміз келеді. Тергеушіге жолғуға әрекет қылып жатырмыз. Қазір жолға алдыңыздар ма? Білмедім. Жолғамадық, ертең азанда жолға дегенбіз. Ертең азанда жолға дегенбіз. Сонда білерміз. Бірақтан біз қандай айып қойып жатқанын біз әлі толық білмейміз. Айып жоқ деп есептейміз біз. Сол енді. Нұржан Мұхамедовтің ешқандай айыбы жоқ. Оның барлық Шымкент халқы біледі. Оның айыбы тек қана қазаққа келіп қалған, төніп келе жатқан қаншама бір алапаттарға шырылдап қарсы шыққаны ғана айыбы. Қаншама заңдар шығыпты. Сол қазақты жойып жіберетін, мемлекетке апат келетін заңдарға қарсы шыққаннан басқа, елім деп шырылдағаннан басқа ешқандай оның кінәсі жоқ. Ол бостандыққа шығу керек, бірақ билікке ондай адам емес, керісінше сатқан адамдар керек болып жатыр ғой. Ал енді құрметті көпшілік, мынау енді Нұржан Мұхамедовтың жағдайымен келіп отырмыз. Бұл Нұржан Мұхамедовтың ешқандай қамалат деген ойымызда жоқ еді.
бұл өте орынсыз жағдай болып отыр. Бұл мынау жоғарыдан бері қарай, төмен қарай тізбектелген жемқорлыққа байланысты болып отыр деп өзім түсінем. Себебі қазір жерде күнделікті болмаса да жиі мынау креслодан айырылмай, жыл орнынан айырылмай отырғандар бірінен кейін бірі ұсталып жатыр. Бұл енді жаңалықтардан, жаңағы ақпарат көздерінен хабарланып жатыр. Сонда да қоймайды. Бұл ашыққаннан құныққан жаман дегендей қиын, елімізде қиын жағдай болып тұр. Мына президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі бастама көтеріп жатыр қазір. Ел болып, жұрт болып, мынау немен күресейік деп. Мына мен арнайы бір газетін алып жүрмін. Мына жерде жазыпты. Біз шынайы патриоттық сезіммен рухтанып, қасиетті тәуелсіздігімізді одан әрі нығайта түсу үшін бірлесе жұмыс істеуіміз керек деп. Ал енді мынау Нұржан Мұхамедов осы Шымкент қаласында өзінің белсенділігін көрсетіп, халықтың, қоғамның жақсаруына үлесін қосып жүрген белгілі азамат болып тұр. Ал бұны жаңағы жазықты деп шындықты айтқан үшін қамаққа алуы бұл енді орынсыз. Естіген елден дияд, көрген көзден дияд. Бұл деген барып тұрған масқарашылық. Бұны тез арада шығару керек. Бұл енді қыс ауасында мынау шырылдатып, ең үлкені 13-те, ең кішісі 5-те шырылдатып бала шағасын үйінде қалдырып, мына жаңағы келін сөйледі. Қазір ас ауқаттың өзіне зәру болып отырған жағдай қыс ауасы. Бұл деген кәдімгі үстемдік қой бұл барып тұрған. Бұны тоқтату керек, бұл диктаторлық жүйе болып тұр қазір. Бұл патшаны тыңдамасақ, елдің арасынан шыққан шындықты айтатын халықтың үнін тыңдамасақ адамның, бұл не болып бара жатыр? Бұл деген барып тұрған сорақылық десем болады. Сол үшін де мен сұранамын, мына жергілікті басшылықтан, мына заң орындарынан тез арада Нұржан Мұхамедовті босату керек. Бүгін даже. Қолдаймыз. Сол мен айтайын. Ассалаумағалейкум, Қазақстан жұртшылығы. Қазақта мынандай бір сөз бар. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дейді. Мынау миллион халқы бар Шымкент шаһарынан осындай бір азамат шыққан екен. Батыр азамат, елде болып жатқан жемқорлықты, әділетсіздікті, қиғаштықтарды, бүкіл болып жатқан мынау сыбайлас жемқорлықты, қоғамдағы мынау белең алған ұрлық қарлықты әшкерелеп, батыл түрде өзінің үнін шығарып, билікке осы мәселелерді алдына қойып, талап етіп жүрген Нұржан Мұхамедовті мынау осындай ойлары үшін, айтқан сыни пікірлер үшін қазір мынау түрмеге жауып отыр. Оған тағылып отырған айып, анау мынау айып емес. 405 статьяның 1 тармағы, 2 тармағы бойынша жаңағы терроризм, экстремизм деген адамның түсіне кірмейтін бір баптарды қойып отыр. Бұл азаматтың қандай бойында іс-әрекетінде терроризм бар екенін біз білмедік. Оны барып бізден жасырынып бір жерде барып істеп жүрмесе, оның бүкіл өмірі, іс-әрекеті, сөйлеген сөзі осы жұртшылықтың, бүкіл Қазақстан, тіпті әлем жұртшылығының көз алдында өтіп жатыр. Бүкіл интернетте сөйлеген сөздері тұр. Ал енді шындықты айтқан үшін, әділдікті талап еткен үшін жазықты болатын болса, онда біздің мына демократиялық қоғамымыз, мынау әлемдегі өркениетті елдердің қатарына қосыламыз деген талпынысымыздың бәрі бір тиын болып қалмай ма? Егер олай болатын болса, осы мынау шындықты айтқанның бәрі экстремист, террорист болатын болса, осынша бүкіл шындықты айтып жүрген азаматтың бәрі сонда экстремист болғаны ма? Бұның бәрі ешқандай ақылға қонбайды. Сондықтан да мынау жұртшылық, бүкіл бұқара халық мынау Нұржан Мұхамедовтің темір құрсаудан босатуын талап етеді. Өйткені бұл азаматтың
5 бірдей кәмелетке толмаған перзенттері бар. Қазір енді әрі берден соң олар өзі үй жалдап тұрады, үйлері де жоқ. Сол үйден бұлар қазір ағайын туыстарының үйін паналап кетті. Өйткені мынау сол жалдап отырған үйінің өзінде тұру мүмкін болмай қалды. Өйткені сол жерге де келіп мына полицейлер түндемей күндемей келіп сол жерге барып мазасын алып әртүрлі жаңағы нелермен. Сондай болғандықтан бұлар өздерінің жаңағы қауіпсіздіктерін сақтау үшін туған туысқандарын паналап кеткен жағдайы бар. Ал енді асыраушысы мына түрмеде отырғаннан кейін ол балдардың жағдайы қандай қазір? Өздері мектеп оқушысы бәрі. Сондықтан да мына бүкіл жұртшылық, бұқара халық Нұржан Мұхамедовті осы темір тордан босатуын талап етеді. Әділдік орнау керек. Демократиялық мемлекет боламыз десек, әлемдегі өзіміздің орнымыз бар, өркениетті мемлекетке айналамыз десек, біз әуелі осындай жөнсіздіктерді, мынандай болып жатқан сұмдықтарды тоқтатуымыз керек. Осыны қаперге алу керек, мына биліктің басында отырған азаматтар. Сондықтан да біздің талабымыз Нұржан Мұхамедовті тез арада темір құршаудан босатып, өзінің отбасына қайтару керек. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Міне бүгін біз тағы да Қаратау облысында жиналып, Шымкенттің бір топ белсенділері өзімізбен бірге қатарласып, үзеңгілес болып жүрген Нұржан ініміз, мына бауырымыз шындыққа осы 2018 жылдан бері қатарласып, тетелесіп, мына әзірге болып жатқан жағдайларды, Қазақстандағы биліктің істеп жатқан опасыздықтарын елге солар шындықты айтып жүрген Нұржан Мұхамедов бауырымызды мұны 2 айға түрмеге қамап қойды. Егер бізде әділдікті, шындықты айтқан адамдарды террорист, экстремист деп есептейтін болса, онда әділдікті айтпайтын, жоғарыда отырғандар, жағымпаздар, оларды кім деп есептесе болады онда? Соның үшін бүтін елдің оянып, мынау елімізде болып жатқан осындай құйтырғы әрекеттер, жеріміздің сатылып жатқаны, арендаға беріліп жатыр деп басқаны айтып, мұны еліміздің мынау қазақтың жағдайы осындай халге жетті. Жұрттың қазақтың көбісі үйлері жоқ, квартиралары жүр. Мұны осы Нұржанның өзі де мына өзінің баспанасы болмай, жаңағы квартираларда жүр, жаңағы жалдамалы. 5 баланың әкесі. Осы Нұржан Мұхамедов тез арада босатуларыңызды талап етемін. Нұржан Мұхамедовке бостандық! Нұржан Мұхамедовке бостандық! Нұржан Мұхамедовке бостандық! Босатылсын! Ассалаумағалейкум қазақ елі. 4 күн Европарламент шешім шығарғанын қуанған едік. 4 күн болды уже. Мемлекет не істеп жатырсыңдар? Европарламент сендерге шешім жасады, сендерге қоғам белсенділерді жіберсіңдер. 4 күн болды, не ойланып жатсыңдар? Обязательно айқай шу керек па, пикет шығарып, санкция керек па сендерге? Біз бұнда сұраныс едік, біз қоғам белсенді жіберіңдер деп. Енді біз талап етеміз. Қоғам белсенді Нұржан Мұхамедовке Бостандық! Нұржан Мұхамедовке Бостандық! және бүкіл қазақ қоғам белсенділерге Бостандық! бостандық берсін. Бұл талап біздің, ұсыныс емес. Ағайын, бүгін осы енді бағана 167 11 мекемесінің алдына барып, өзіміздің жаңағы талап тілегімізді айттық. Мынау президент Тоқаевтың назарын аудару үшін, басқа мынау құқық қорғау органдарының назарын аудару үшін біз түрменің алдына да барып өзіміздің талап тілегімізді айтқан болатынбыз. Бүгін енді мынау ішкі істер бөліміне келдік. Бұл жерден жаңа құқық қорғаушы, қоғамдық қорғаушы деген статусты жұбайына ертерек беруін талап етеміз. Себебі адвокаттарға ешқандай жұмыс жасап жатқан жоқ. Мына тергеушілер де кіріп жатқан жоқ қазір. Ол негізінде тергеу изоляторына қамағасын, ол тергеу болып тұру керек еді, бірақ Нұржанның айтуынша ешқандай тергеуші келіп жауап алып жатқан жоқ. Құрайшын ұстап отыр оны. Енді ойлаймыз, бұл Қазақстанда мынау халық таңдауы партиясын құруға жаңағы идея тастап осы бастамашы болғандықтан билік мына халықтың бірігіп көтеріліп кетуінен қорқып, мына осы қайдағы ешқандай сәйкес келмейтін негізсіз 405 бапты іліп түрмеде ұстап отыр. Сайлаудың алдында сайлау өтті, енді
босатуларын талап етеміз. Себебі 405 баппен отырған мынау кез келген саяси тұтқын оның ешқандай қатысы жоқ. Себебі барлығы осы азаматтық қоғамға қысым жасап келе жатқан биліктің озбырлығын айтамыз деп отырған азаматтар. Сондықтан барша саяси тұтқындардың босатылып отбасына оралуын талап етеміз. Мынау түрмеде негізінде мынау жемқорлар, елдің қаржысын жеген алаяқтар, сондай мынау азаматтар отыруы тиіс. Ал мынандай кінәсіз азаматтарды түрмеде отырғызу бұл мемлекеттің абыройын түсіретін нәрсе. Мемлекетке деген халықтың құрметін түсіретін нәрсе. Ал бұндай құрметі түскен мемлекет құрметсіз билік ғұмыры ұзаққа бармайды. Мына өздері қабылдаған заңын өздері орындамайтын мемлекеттің болашағы жоқ дейді ғой. Сондықтан мына өздері қабылдаған еркін жүріп тұру, сөз бостандығы және мына құқыққа қайшы әрекеттерді біздің биліктің өзі жасамауы тиіс. Мына құқықтық мемлекетте заңсыз сотталатын азаматтар болмау керек. Ал біздің құқықтық мемлекеттің құқық етпейтін судьялары шетінен қазір соттап жатыр. Реті келсін келмесін. Нұржанның өзін мысалы қоғамға қауіпті деп тапқан. Қандай ол қоғамға қауіпті болып табылатындай бір қылмыстық топтың мүшесі ма, бір қоғамға қауіп жасайтын бір педофил ма, мен түсінбеймін. Белсенді қарапайым 5 баланың әкесі, көп балалы әке, сол қоғамға қауіпті деп тауып отыр ғой, көрмейсіздер ме міне. Бұл да біз сот жүйесінің әділетсіздігі, сот жүйесінің, судьяның, тергеу органдарының жазып берген қағаздарына ғана сүйеніп, міне осылай жауапқа тартып адамның тағдырымен мысалы ойнай салады осындай. Осындай жауапсыз судьяларымыз болмасын, елімізде адал, ашық, демократиялық қоғам орнасын, сол жолында жұмылып жұмыс жасайық, әділетсіздікке қарсы тұрайық. Егерде біз азаматтық қоғам оянбайтын болсақ, осылай шетімізден соттап, атып, қудалап, қысым жасап, билік білген жасай береді. Неғұрлым бізде осы санасы ояу сергек азаматтар көп болған сайын, билік аяқ тартып біздің халықпен санаса бастайды. Халықтың қожайыны билік емес, биліктің қожайыны біз. Назарбаев, Тоқаев бұл халықтың қызметшісі олар, бас қызметші олар. Біз ешқашан оларды патшамыз, біздің қожамыз деп біз олар құл құрмауымыз керек. Олар уақытша жалданған бізге қызметшілер, мемлекетті басқару үшін. Сондықтан біз қызметшілерімізден талап етуімізге құқығымыз бар. Оған конституциямыз рұқсат береді. Конституциямызға кепіл болып отыр ғой жаңағы президент, азаматтардың құқықтары мен бостандықтың сақталуына кепіл боламын деп. Ендеше сол кепілдігін орындасын. Ал уәдесін орындамайтын президентті ол халыққа ешқашан ұнамайды, халыққа ешқандай ол жақсы басшы бола алмайды. Халық ондай президентті есіне де алмайды. Қажет болса қарғап сілеп орнынан кетіруге тырысатын болады. Сондықтан президент Тоқаевтан талап етеміз, конституцияның кепілі ретінде азаматтардың құқығын таптамасын, саяси тұтқындардың бәріне бостандық берілсін. Үйғымаққа шығарылған күннің өзінде олардың әлеуметтік желіге пікір білдіруге құқығы болмайды. Түрмеде оларды бекерге ұстап, мемлекеттің қаржысын шығын қылмаңыздар. Отбасына оралуын талап етеміз бәрінің. Ешқайсының кінәсі жоқ. Сол ағайын, ояу болайық, сергек болайық. Азаматтық қоғам үшін, шынайы демократиялық мемлекет үшін күресімізді жалғастыра береміз. Бізді жаңағы экстремистік ұйым деп, жаңағы топ деп, белсенділердің бәріне сондай айып тағып, қоңырау іліп тастады. Біз қылмыстық топ емеспіз ешқашан. Қылмыстық топтар олар билікке қарсы күреспейді, олар бір-бірімен күреседі олар. Ал біз билікке өзіміздің әлеуметтік желі арқылы сын пікірімізді айтып жүрген жай патриоттарымыз. Сондықтан билік біздің сөзімізге құлақ асуы тиіс. Тоқаевтың еститін үкіметінің құлағының назарына құлағын тарс жауып болмай, осы азаматтық қоғамның үніне құлақ асып, саяси тұтқындарды босатады деген біз үміттенеміз және талап қоямыз. Жақсы, рахмет. Бостандық! Нұржан Мұхамедовке Бостандық! Нұржан Мұхамедовке бостандық! Және де басқа саяси тұтқындарға бостандық! Жақсы, сау болыңыздар.